Рахмет қолдап жатқаныңызға. Негізінде мынау халықтан тау партияна өзіңіз кіріп, жанұя мүшелерін тіркеп, бір телефонмен жасата беруге болады. Мынау партия мүшесін көбейту керек, әскери жинау керек. Ол жырлағаннан ештеңе өзгермейді. Сөйтіп өзіңіз қосылып, мінекей, жанұя мүшелерін, жақындарын, достарын тартып, мына сілтемелер беріп, түсіндіріп, үш жұрт, ата жұрт, қайын жұрт, нағашы жұрттың бәрін тарту керек саясатқа. Басқаша болмайды. Саясаттан саясаткер деген жоқ. Біз деген құруымыз керек. Мына халықтың партия нақты ол саясаткерлердің нақты оппозиция партия жана мінекей басын көтеріп жатыр. Қалғандары бәрі қойылым, спектакль. Рахмет бауырым. Қалай кіру әдісін көрсетіп жіберсең, мен бүкіл туысқандарымды, балдарымды бәрін тегіс кіргізерім. Осы сілтемеге осы телефоннан бассаңыз кіресіз, сосын толтыру керек та, отправить деп. Бір телефонмен бүкіл жанұя мүшелерін бөлек-бөлек, мысалы өзіңізді кіргізесіз, шығасыз, сосын қайтадан ссылкамен тағы кіріп, әйеліңіздің жаңағы атын тегін, в общем, 18 жастан 80 жасқа дейін туыстарын, бәрін, жақындарын енді түсіндіріп, мінекей осылай қолдап жатырмыз деп. Бұл жерде былай негізінде бәрін түсіндіріп, түсіну керек адамдар. Мынау өзгеріс жасасақ, атсалысу керек. Маған қазір мінекей осылай қара халықтың көмегі керек. Мысалы, мана біреу жазып жатыр ютубта: ержан, атақты адам неге қоймайсың дейді, шақырмайсыңдар, неге сені қолдамайды дейді. Атақты адам қалай шығады, оның өнін өшіреді, атақты адамдардың жандары тәтті. Сондықтан қара халық қазір мінекей басын көрсетсін, 50 мың адам дегенде, сонда 50 мың адам тіркелгеннен кейін атақты адамның бірі де қалмай біздің қатарымызға кіреді, себебі басқа жол болмайды. Сондықтан осы мынау іске былай оң көзбен қарап, басқа жол жоқ деп түсініп, осылай атсалысыңдар. Мінекей осылай жанұя мүшелерін, достарын, құда, ата жұрт, қайын жұрт, нағашы жұрттың бәрін отырған жерде, кездескен жерінде түсіндіру керек. Ағайын, мынау ержан арамыздан шыққан қазақ. Ол мыналармен ешқашан да ауыздаспаған емес. Білімі, түсінігі жеткілікті. Мынау бағдарлама жазып тұр. Мынау ұран өзімізге, халыққа жасап жатыр. Қандастарым, бауырларым, қолдандар деп. Сөйтіп өзіміздің халықтың саяси күшін құрайық. Ол ешқашанда мен болған жоқпын олардың қатарларында, арасында, себебі менің моральдық принциптарым оған жібермеді. Ол жерде себебі өзіңіз білесіздер, кірдім ба былғасын. Сондықтан бізге жаңа адамдар керек саясатқа. Міне жаңа адам, ол жаңа буын, осы халықтың партияны құрмақшымын. Осыны қара халық түсіну керек, қарапайым халық. Зиялылар бармайды, зиялылардың бәрін аузына алған. Біз зиялылар кейін жаңағы жаңадан жастарды кіргіземіз керек. Енді жұмысқа пайдаланамыз ғой мына барларын. Бірақ не жаналауымыз керек, қан жанату керек, қанды. Әйтпесе мынау азып кетеміз. Ассалаумағалейкум, ержан бауырым, айналайын. Мен өз сауатым жоқ адам, бірақ сенің лекцияларыңды тыңдап, мен сондай қазақ халқынға деген күшінсім енді страшно. Жасым 81-ге кетіп бара жатыр. Бірақ Алла Тағаладан өмір сұрап отырмын. Осы қазақ халқы бір егемендік ел алып, өзіне және билік сайласа, мынау жемқорлардың бәрін жоғалтсақ деген ниеттемін. Мен 92 жыл, 91 жылдан бері кешегі желтоқсан 86 жылғы желтоқсаннан бері қарсымын бұл Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа. Оның қалмақ екен, оның ойнақтау туылған екен, бәрін білемін. Бірақ не пайда, қолымда ештеңем жоқ. Мен бір жүрген әшейін бейшара қойшымын, былайша айтқанда. Мектепке де бармағам, сабақта алмағам. Бірақ идеям, Алла Тағаланың берген маған білімі, мұғалімдерден алған сауаттан білімі күшті Алла Тағаланың. Мен соған сеніп, мен осы сенің лекцияларыңды жіберместен тыңдап отырмын. Жазып та жіберіп жатырмын. Бір жазып жібердім. Үш ел басқарған Ержан Тұрғынбайұлы, Сержан Біләшұлы, Мұхтар Әблязұлы, үшеуің бірігіп мені патша сайлаңдар деп жазып жібердім. 3 данышпан адам болса, патша бүкіл дүние жүзін жаулап алады деп жазып жібердім.
Бірақ маған ешқандай жауап келіп жатқан. Неге? Мен ешқандай неге кіре алмаймын. Өйткені мен оқымағам. Қазір немерем келгеннен кейін сол немереме айтып, не аламын. Содан кейін барлық өзіме қарасы жем бар ма, нағашы бар ма, ағайын туыс бар ма, бәрін шақырамын осы саған. Сенің халық таңдау партиясына шақырып соларды қостырамын. Қоспаса олармен ала жіпті кесіп, сендер халық жаусыңдар деп оларға сондай үндеу тастаймын. Ол қолынан келеді жазуға.